Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен YouTube каналға қалай видео жүктейміз, соны үйренетін боламыз. Ең алдымен Google-ға кіреміз. Кіргеннен кейін бұл жерге Творческая студия YouTube деп жазасыздар. Творческая студия YouTube. Осылай шығады. Шыққаннан кейін төменде вход YouTube'ның астында YouTube студия деп тұрады. Соны үстін басасыздар. Яғни студия дегенді таңдауымыз қажет. Егер сіздердің аккаунттарыңызға кіріліп тұрмаса, входты басып, өздеріңіздің логин парольдарыңызды жазасыздар. Жазып болғаннан кейін осылай сіздердің студияларыңызға кіріледі. Бұл жерде сіздердің видеоларыңыз барлығы көрініп тұрады. Енді видеоны қалай саламыз? Яғни студияңыз ашылғаннан кейін осылай суреттің оң жақ бұрышта суреттің жәнде создать деген бар. Создать басасыздар, басқаннан кейін добавить видео деп таңдайсыздар. Енді выбрать файлы. Сіздің салатын видеоңыз қай жерде орналасқан, соны анықтап алыңыздар. Мен осы видеоны саламын. Кішкене күте тұру қажет. Енді название. Названиясын жазасыздар, яғни бұл видеоларыңыз сіздердің не туралы, яғни қандай тақырып қоясыздар. Мен спиннер деп жазамын. Бұл видеоны салып қойғаннан кейін де тақырыпты өзгерте беруге болады, яғни названиясын. Одан кейін описание кез келген бұл не туралы, кімдерге қызықты, барлығын описанияда жазып шығасыздар. Енді жазбай салса да болады, бірақ жазған дұрыс. Яғни салып қойғаннан кейін де негізі өзгерте беруге болады. Бұл келесі бізде значок, яғни сіздің видеоңыз толық қазір загрузка болып жатыр. Болып біткеннен кейін, яғни сіздердің суретіңіз видеоны салынғаннан кейін қандай значок көрініп тұрады, яғни басқа көрермендерге видеоңыздың суреті қандай болып тұру қажет, яғни сол осы жерде көрсетіледі. Қазір кішкене загрузка жасалса, сол кезде ашылады. Енді төмен қарай жүре берсеңіздер, бұл аудио кімдерге арналған, яғни аудиториясы кімдер. Бұл сіздің салған видеоңыз кішкентай балаларға арналған ба, немесе үлкендерге арналған ба, соны таңдайсыздар. Да, это видео для детей. Нет, это видео не для детей. Яғни менікі бұл видеом үлкендерге арналғандықтан, нет, это видео не для детей деп таңдаймыз. Егер сіздің каналыңыз кішкентай балаларға арналатын болса, мектеп оқушылары көретін болса, ол видеоны YouTube каналдың өзі сіздердің видеоларыңызды автоматически детский каналға, яғни видео для детей деп өзі өзгертеді. Сіз өзіңіз үлкендерге жоқ, кішкентай балаларға емес, үлкендерге деп таңдағанның өзінде де, ол егер өзі программаның өзі көріп тұрса, бұл видеоны оқушылар көретінін, тек қана кішкентай балалар көретінін көрермендер, яғни сондай болатын болса, каналдың өзін кішкентай балаларға арналған деп видеоны өздері автоматически ауыстыруы мүмкін. Енді біз заставкамыз, значогымыз әлі ашылмады, бірақ далее деп берейік, оны кейін де өзгертуге болады. Егер сіздердің значоктарыңызды алдын ала дайындап қойсаңыздар, картинка жасап, әдемілеп жасап қойсаңыздар, бұны загрузить значок деп суретті таңдап қойып қойсаңыздар да болады. Далее басамыз. Басқаннан кейін бұл жерде, яғни дополнениялар қоссаңыз да болады, субтитр қойсаңыз да болады. Енді өзіңіз білесіз бұл жерде. Ары қарай мен осылай далее деп баса беремін. Мына бізде загружены 33%, 7 минутта загрузить етіледі деп жазылған. Енді ары қарай басамыз. Енді бұл видеоны ашқан кезде қалай ашылады? Яғни ограниченный доступ. Сіз өзіңіз ешкімге көрсетпейсіз, тек қана өзіңіз ғана көресіз, көп адам көре алмайды деген сияқты білді бұл доступ. Доступ по ссылке, яғни сіздің біреуге ссылканы жібересіз, сол ссылканы басу арқылы ғана көреді, яғни кез келген адам көре алмайды. Ал үшіншісі бұл открытый доступ. YouTube каналға кіріп, поисковикке жаса, сіздің каналыңызға кірсе, осы открытый доступ десеңіз,
кез келген адам каналыңызға кірген сіз салып жатырған видеоны көре алады. Осы үш жүйенің біреуін таңдай аласыздар, яғни ограниченный доступ, доступ по ссылке және де открытый доступ. Және де бұл видеоны салатын кезде запланировать публикацию десеңіздер де болады, яғни ертең сағат 5-те мен саламын деп уақытын көрсетіп, бұл видео өзі автоматически сол уақытқа салынады. Бұл өздеріңіздің қалауларынша. Енді салып болғаннан кейін, жөндегеннен кейін опубликовать дейсіздер. Яғни менің видеом 44% салынды, әлі 6 минут бар. Енді опубликовать дей бересіздер. Жаңағы өзгертпеген жерлерді өздеріңіз білесіздер. Кез келген уақытта салып болғаннан кейін де қайтадан творческий студияға кіріп, кез келген уақытта атын, описаниясын өзгертіп, қосып жасай аласыздар. Осымен міне біздің қазір видеомыз салынады, яғни 49% салынды, 6 минут уақыт бар әлі. Бұл салынған кезде, яғни өзі автоматически салына береді. Бұл экранды салыну үшін жаппауымыз қажет. Осылай кез келген видеоларыңызды осы ретпен сала бересіздер. Менің каналымдағы видеолар сіздерге ұнап жатса, комментарий жазып және де лайк басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Яғни бұл артық ешнәрсе басудан және де басқа нәрсе істеудің қажеті жоқ. Загружено 55% деп тұр. Яғни осы уақыт іші біткеннен кейін 100%-ға толғаннан кейін сіздердің видеоларыңыз автоматически шығады. Рахмет, менімен бірге болғандарыңызға сау болыңыздар. Осылай видеоларыңызды YouTube каналдарыңызға сала берсеңіздер болады.